таңғы тамақ ішпеген өте зиян. Кейде адамның ішкен тамағы бойына сіңбей, кекіріп және жүрегін айнытып мазасын алатыны бар. Мұндайда оң жақ қабырға астында түйнеп ауыратын белгі байқалады. Ал бұл өттің өт қабында іркілуінен және созылмалы панкреатиттен, сондай-ақ бауырдың ұлғаюынан, оны май басуынан да болады. Ауызда ыстық, ашқылдым дәм сезіледі, кейде темір дәмі. Теріде сарғаю пайда болуы мүмкін. Ең бірінші белгісі өт іркіледі. Өттің іркілуіне негізінен дұрыс тамақтанбау себеп. Әсіресе таңертең тамақ ішпеуді әдетке айналдырмаған жөн. Тамақты тойып ішкен дұрыс. Сонда өт қабы босап, асқазанға өт түседі, астың қорытылуына қатысады. Себебі өттің негізгі бөлігі түнде жинақталады. Сондықтан таңертең тамақ ішпейтіндерде өт жылжуы бәсеңдеп, ол іркіледі. Өт іркілуіне сондай-ақ өт қабындағы генетикалық жолмен берілген кемшіліктер де әсер етуі мүмкін. Сондықтан мұндай адамдар бауырын және өт қабын үнемі тазартып тұрулары керек. Өтке арналған шөп дәрілер ішкен дұрыс. Дегенмен, бұлар арқылы аурудан толық сауығу қиын. Оған арнайы ем жасалуы керек. Шөп тұнбаларын аурудың алдын алу, асқындырмау үшін қабылдайды. Дәрігерлер бұлшық ет жиырылуын, құрысуын төмендететін қабынуға қарсы дәрілер береді. Екінші ауру панкреатит. Ал созылмалы панкреатитте түйнеп ауру кеуденің сол жақ қабырғаға жақын жерінен басталады. Панкреатит бұл ұйқы безінің қабынуы. Ол ішті айналдырады, ауыртуы мүмкін, ішектер ісініп, үлкен дәрет сұйылады. Науқастың жүрегі айниды, ол құсады. Мұндайда уақыт өткізбей дәрігерге көрінген жөн. Өзін-өзі емдеу қауіпті. Науқас қатты қиналып, аяқ-қолын жаса алмай, тіпті тыныс алуы да қиындап жатып қалуы мүмкін. Панкреатит тым майлы, қуырыл тағамдарда, газдалған сусындарда, алкогольді жиі пайдаланудан туындайды. Өйткені оларда қорыту үшін ұйқы безі ферменттерді көп бөлуге мәжбүр. Сол арқылы ол өзін-өзі бүлдіреді. Дәрігерлер созылмалы панкреатитпен ауыратындарға салқын жерде болуды, ашығып тұруды, тыныштық сақтауды, ішімдікке жоламауды ескертеді. Олардың көкөніс жегені, жасымығы мол тағам, компот, кисель ішкені дұрыс. Фастфуд тағы басқа да май, дәмдеуіш, эмулгатор, консерваттары мол тағамға жоламаулары керек. Үшінші, бауыр ұлғаюы. Өт іркілуімен панкреатит себеп болады. Себебі бауыр өт қабының және ұйқы безінің жұмыстарын өзі атқаруға көшеді. Өйткені бұл органдар ауруға ұшырауы себепті өз функцияларын атқара алмайды. Содан бауырға салмақ еселеп түседі де, ол оның көлемін ұлғайтады. Бір қаупі, ол ешқандай да сыртқы белгілер білдірмей өршуі мүмкін. Оны көбіне тек ультрадыбыстық зерттеу, яғни УЗИ арқылы анықтайды. Сондықтан жылына бір мәрте УЗИден өтіп тұрудың артықтығы жоқ. Мұндай зерттеу кезінде бауыр жасушалар май басуын анықтауға мүмкіндік береді.